Ассаламағалейкум, құрметті Тоқал Автоның көрермендері. Бүгін обзорда бізде Camry 70. Көріп тұрсаңыздар, алдында Camry 55-ті түсірдік. Бүгін Camry 70-тің қандай айырмашылықтары 70-тен 55, енді 55-тен кәдімгідей айырмашылығы бар. Өйткені бүкіл кузов ауысты, качествосы да ауысты деп айтсақ болады. Toyota Camry. Жанахмат Бакай. Екіде 5 Camry, 6 ступка коробка автоматы, өте надежный. Camry 55-тің моторы мен Camry 55-тің коробкасы тұр бұда. Camry 70 пен 75-тің айырмашылығына келетін болсақ, алдыңғы бамперында келеді. Бізде Camry 75-те осы Алла қаласа алдағы уақытта түсіреміз. Ода мына жерінде X сияқты кеткен, бамперінде өзгерісі болды. Басқа ешқандай еш жоқ. Бізде комплектация Prestige Plus деп аталады. Бұл предполный комплектациясы. Айырмашылығы фарда болады. Мына шетін көріп тұрсаңыздар, 3 LED сияқты несі бар. Комфортта бір не ғана болады. И люкста да осындай фарлар жүреді. Сосын туманик именно российский сборкада, европейский сборка дейді ғой, бір сөзбен айтқанда. Европейский сборкада туманка жүреді. А егер японский сборка болса, ода туманка болмайды. Панорамный крыша анамнау болуы мүмкін, бірақ туманка болмайды ол машиналарда. Біреулер салып алуы мүмкін. Байқаңыздар. Танкалар 18 болып келеді. Заводтан Prestige Plus'дың комплектациясына именно 18 салынады. Комфорттарда сразу қарасаңыздар 17 болады. Айырмашылықтарын дөңгелектерге де қарасаңыз болады. Және де айырмашылығы артында болады. Комплектация, егерде қандай комплектация люкс па или Prestige Plus'та келатыр дегенде білетін болсаңыздар, мынау Prestige Plus'та, люкста арты осындай полный жанатын болады, мынандай LED. Комфортта тек үсті ғана жанатын болады. Сол кезде қандай комплектация екенін сразу білсеңіздер болады. Camry 75-те артында өзгеріші ешқандай жоқ, тек қана мына жерінде ода хром болады. А так полный осы артында мына хром салып берсеңіздер, Camry 75 айдап жүр деп ойлап қалуы мүмкін. Және де келсек, есіктерінде бесключевой доступ болады. Қолыңызбен бүйтіп ұстасаңыз өзі ашады машинаны, және де былай өткізсеңіз жабады. Оны көрсетсе болады. Қазір өшірейін машинаны. Өшірдік, машинаны жабамыз. Үстінен бастық, болды. Терезелер бәрі өзі жабылып болады. Қайтадан қолыңызды келіп бүйтіп қоя салсаңыз, машина ашылды. Бұл бесключевой доступ деп аталады. Және де қарап тұрсаңыздар, негізі мен берде былай обзор түсіріп кеттік былайнан негізінде. Бірақ фишкаларын айтсам, мысалы машина сатып алатын адамдарға өзінің терезесі родной екенін білу үшін, мысалға мына 18 жылғы Camry, мерде міне әрбір неде терезелерінде несінде лобовой жаңағы неде 8 мұны басталатын несі. И жан жақтарын қарап шықсаңыздар, міне 8 и лобовойда да 8 деп тұрады. Ол үлкен жаңағыда не? Бір сөзбен айтқанда, өзінің терезелері родной ма сондай деп. Бірақ көбісі, мысалы қазір лобовойларда шыққан, анаған печать ұрып бере салады. Мысалы өзінің лобовой болмай да қалуы мүмкін. Мынандайды қазір спокойно 5000 теңге бастыру. 18 өзінің лобовой тұрған сияқты болды. Сізге айтып жіберуі мүмкін. Өзінің лобовой ешқандай ештеңе ауыспаған деп. Және мен негізі обзор емес, перекуптың темасын бастайын да. Так, мұны өшіреміз. Крышасы ауысқан, ауыспағанын білгілерін келсе, мынандай жеріне келесіңдер де мынаны ашасыңдар. Мына домалақтар көрініп тұр ма сіздерге? Мына домалақтар негізі крышасы өзінікі деген заводской шов деп аталады мыналар. Бұнда тек өзінің крышасында ғана болады. А егерде крышасы ауысқан жағдайда мына сварканың нелер жүреді. Значит, крышасы уже ауысқан, машина темкерілген деп айта берсеңдер болады. Енді Camry 70-тің сапасына келсек, маған өте қатты ұнамады десе де болады. Өйткені Camry 55-тің сапасы бұған қарағанда өте сапалы. Camry, жаңа айттым ғой, Camry 70-тің сапасы қазір өте маған ұнамады. Camry 55-тің сапасы өте жақсы сияқты. Бұл негізі бренд болып тұр, көбісі Camry 55-терін, 50-лерін сатып, Camry 70-ке өтіп жатыр.
Бірақ тек қана бренд десе де болады. Мысалға iPhone алған сияқты 13 пен 14-тің айырмашылығы ешқандай жоқ. Сәл ғана айырмашылық бар. Сол сияқты да. А бұл жерде кішкене сапасы құлап кетті. Тек қана бренд қана болып тұр. 70 деген 70 айдап жүр деген сияқты. Қазақта Camry 70 айдау ол өте бір абыройлы кісілер не сияқты ғой андай. Ана 70 айдап жүр деген сияқты темаға негізінде. Camry 70-тің ішіне келетін болсақ, Prestige Plus деп бағана айттым. Бұл Prestige Plus-тың айырмашылығы тек предполный комплектация деп аталады. Люксқа тек жетпейтін артқы сиденьялар бүйтіп деп жататыны бар. Сол ғана жоқ. И анау управление панель. И артқы шторкалар жоқ. Айта берсем шыға береді екен ғой дейсіз. Бірақ қалғанда JBL система, мына көріп тұрсаңыздар, үлкен монитор бірден. Және де push start. Push start әрбір Camry'да бар негізі. Салоны өте енді сапасына қатты түсіргім келмейді, өйткені бұл машина сатылымда. Жағдай өте жақсы негізінде. Қазіргі таңда қарап тұрсаңыздар, бұның жағдайы қалған 70-терге қарағанда қазір сатылып жатқан өте жақсы деуге болады. Өйткені неге? Бір иесі болған, салоннан алғаннан бастап. Чектары бәрі бар. Түсірілім соңында бағасын көрсетіледі. Алғыларыңыз келсе, бізге хабарлассаңыздар болады. Номер телефоны көрсетеді. Оператор бола қазір сол кісі жазады. Рулына келсек, бірақ мен бір түсінбегенім, нерде алдындағы комплектацияда, мысалға менде осының алдында қара 70 болды. Қара 70-те ол комфорт комплектациясы болды. Бірақ ода дистроник болды неріндеш. Удержание полосы солар болды. А мынада Prestige Plus-ты именно не үшін салмағанын білмеймін. Бірақ 75-те бар и комфорт 70-те бар. Не үшін именно Prestige Plus комплектациясына салмаған, мен что-то түсінбедім оны. Бұл жерде панель управлениясы тоже нерде үлкен болып келеді, люкстағыдай. Колонкалар өте мықты, енді JBL система, ана стойкаларда қарап тұрсаңыздар, міне. Көрдіңіздер ма? Бұл JBL деп, JBL колонкалар білетін шығарсыздар өздеріңіз. Қалай музыка звучать ететінін. Бұған және де кожалары өте арзан және нашар болып келеді кожалар. Сол үшін бірден мынандай чехол тіктіріп тастаған жөн. Өте жақсы тігілген қымбат чехолдар, қарап тұрсаңыздар. Зато кожаңыз құртпайсыз, ертең сатам десеңіз, мынаны шешіп тастап сатсаңыз да болады. Бірақ біз бұны чехолмен бірге сатып жатыр. Бір сөзбен айтқанда, новый иесіне подарок десе де болады. Подогрев сидений көрсеңіздер. Үш темалы, бірақ 75-те ғана уже не басталды. Жаңағыдай охлаждение сидений. Мынада жоқ, мынада тек подогрев қана. Және де егерде жолда кетіп бара жатсаңыз, бұның несі 55-терде мына шетінде болды. Мынада сәл ыңғайсыздау. Мына шетке қарай бейтіп қою керек болады телефоныңызды. Біз қалай дейтін еді анау? Беспроводный зарядка дейді ғой. Бірақ ондай қатты мықты зарядтайды деп айтпаймын енді. Өте былай, короче. 1-2% беру мүмкін, былай қатты бермейді. Және не айтсам болады, енді пластмастары өте арзан, енді 55-ке қарағанда кішкене. Негізі 45-тен кейін Camry өлді десе де болады, негізінде качество жағынан. Ары қарай маркетинговый ходтар жұмыс істеп кетті. Виді бар, дизайны сәнді, әдемі, бірақ качествосы сәл төмендеді. Бірақ коробкасы, моторы бәрі идеальны. Достар, көріп тұрсаңыздар, жаңағы іштен кнопкамен басып былай ашылғанмен қолыңызбен өзіңіз жабасыз. Негізі достар, Camry 70-тің багажнигі өте үлкен болып келеді. Неге десеңіздер, қазір сіздерге көрсетемін. Мына шетте кнопкасы бар, немесе іштен ашсаңыздар болады. Нерде міне? Көбісі мына шеттен іздейді, бірақ нерде? Сюрпризді көруге дайынсыздар ма? Осындай сізді сюрприз күтіп жатады ішінде дейсіз ғой. Адам спокойно сыйып кетеді. Бір жақтарға достарыңызбен қыдыруға барсаңыздар, ішке адам сыймай қалса, багажникте смело жатқызып қойсаңыз болады осылай. Жақсы айдеге, көріскенше. Қарап тұрсаңыздар, мына багажниктің әлі мынау сидениясы жатады, негізінде әлі салафан шешілмеген. Новый десеңдер болады. Бұны тартсаңыздар, артқы сидениясы жатады. А люкста бұл сидениясы артқа қарай негізі анау самый топовый комплектация ғой, сидениясы артқа қарай жатады. Оның сидениясы бірақ құламайтын болады. Негізі көрсетсе болады. Мысалға ретінде. Так, мына кімнің курткасы? Көрдіңіздер ма? Несі? Осылай жатады екі сидениясы. Расходы өте керемет, енді ондай қатты бензин жемейді. Негізі бұл
жұмысқа арналған машина ғой. Таңертең ұйқыдан тұрдыңыз, балаларыңызды мектепке апардыңыз және жұмысыңызға кеттіңіз ары қарай. Енді для себя былайынан қарап тұрсаңыз қаланың ішінде выделяться етеді. Адамдар көрген сайын анау 70 кетіп жатыр деп, немесе таныстарыңыз көрсе анау 70 мың атты ғой деген сияқты әңгімелер басталады. Енді өзіңіз ондай жақсы көрсеңіз әрине. Камридің артына келетін болсақ, сиденьясы естіп, ана обзор жасап жатқанда естіп отырып өздерінің аяқтарын айтып жатады. Бойым 1.75. Ана негізі ұзын баланы отырғызу керек негізі. Қаншалықты менің аяғым примерно мынандай бір кулак жетпей тұр ғой. Негізі сиденье бірақ артқа қарай жатып тұр, артқа қарай кішкене максимально деп айтпаймын, бірақ артқа қарай келіп тұр. Бірақ отырған кезде былайынан комфортно ұстайсың, подогреві бар. Білмеймін енді, бірақ сиденье шамалы бір не сияқтышы, тік тұрған сияқты, жатып тұрған жоқ, артқа қарайшы. Екі подстаканник бар, горилла қойып қойсаңыздар болады, немесе кофе қойып қойсаңыздар болады. Және екі разъем, соткаларыңызды зарядтаймыз десеңіздер, екі адамға арналған екі разъем бар. Достар, көрсеңіздер, бүгін обзорда Camry 70 болды. Белый жемчуг деп бағана айтпадық, айта салайын. Цветі белый жемчуг деп аталады. Біз негізі өзіміздің барша тілімізде түсіндіруге тырыстық. Негізі біз білмейтін заттар да бар. Ондай қатты зеріктедік деп айтпаймыз, мына Camry'дің шайын іштік деп. Бір апта болды, бір аптаның ішінде біліп көргенімізді айтып жатырмын негізінде. Бұл Prestige Plus комплектациясы. Алдыңғысы қара 70, оны түсіріп үлгермедік. Бір кісінің кесірінен телефон алмай қойған. Сол үшін ренжімейсіздер. Және де біздің барша бұл негізінде оқырмандарға айтарымыз, біз негізінде бұл перекуптың жаңағыдай фишкаларын айту мақсатында бұл обзорлар түсіріліп жатыр негізінде. Біз қай жерін қарау керек және қай жерінде қандай фишка бар, соны айттық негізінде. Крышасы ауысқан болса және лобовой, жаңа боковой зеркаларын қарау үшін қандай жерлерін қарауға болатын негізінде. Енді барша қарапайым тілде түсіндірдік. Қарапайым жігіттер, қарапайым қыздар бізді қолдайды деген үміттеміз. Және де біздің каналымызға жазылып, астына комментария қалдырады деген үміттеміз. Қалдырмасаңыздар, айтеке миды жиын деп тұр біздің. Енді достар, бағасына келетін болсақ, бағасы 20 миллион десем қатты болып кетеді. Негізі 16 миллион 300 деп қойдық. Қатып қалған баға жоқ. Егер біреу шынымен де алам десе, Сайна Жұбановада Чеснок деген мейрамхана бар. Сөйерге мені чайға шақырсаңыздар, ташкентский чай бар. Соны өлтіріп тұрып отырып, чай ішіп, бағасын келсеміз сөйерге. Достар, ассаламу алейкум. Баршаларыңызға рахмет, көргендеріңізге. Жақсылықта көрсетейік. Toyota Camry